Бүгін 11 шілде Асылдар қаласы қымызы Ұлытау облысы Жаңарық ауданы Түгіскен ауылынан. Қадірлі қатысушылар, өздеріңіздің қымыздарыңызды ұсынғаннан кейін міндетті түрде қайтадан ыдыстарыңызды жинап алыңыздар және артық дүние қажет жоқ. Байқымыз гастрофестивальіне келген барша қонақтар тағы да қош келдіңіздер, мереке құтты болсын. Енді шехіміз өндіру арқылы осы ұлттық мұрамызды сақтауға үлес қосып жүрген келесі қонақтарымызды сахна төріне шақырайық. Келесі қатысушылар Ақмола облысы Атбасар ауданы Сергеевкадан келген Майкен шаруа қожалығы. Атбасар қымызы алдарыңызда. Атбасар қымызы. Қымыз мерекесі жалғасуда. Қымыз мерекесі ұйымдастырушылар бүгін осындай қымыз мерекесін ұйымдастырғанына рахмет. Ақмола облысы Атбасар ауданы Сергеевка ауылынан келдім. Осы қымызбен айналысып жатқаныма 5 жыл болды. Бұл жерде жаман қымыз жоқ. Бұл жерде тек қазақтың қымызы жеңеді. Ағабек қымызы, Ағабек атағымыз. Рахмет! Атбасар қымызы деген сөз. Бүгін қазақтың қымызы жеңеді. Мынау таныстырылымдардың ең үздігі болды. Енді өздеріңіз білетіндей байқымыз гастрофестивалі қазір халықаралық деңгейде өткізіліп жатыр. Тек қана Қазақстанның төңірегінде емес, шет ел асып, тағы қатысушылар жатыр. Дәл қазір қатысушылар қымыздарды жинап алды. Өтелгеде қымыздарды тек қана таныстыру үшін ғана алып шығып, Қарқаралы, Ақтерек қымыз дейді, Қарағанды облысы. Қарқаралының қымызы да жақсы ғой атағы бар. Қарқаралы қымызынан дәм татып көрейік. Қарқаралы Ақтерек қымызы. Ұласа дауыс беріңіздер. Ал неге? Қарқаралы Ақтерек қымызы. Сарыбел қымыз дейді. Сарыбел деген қымыз Қарағанды облысы. Қандай дәм татып көрейік. Рахмет. Барша байқымыз гастрофестивальіне келген барша қонақтар мен қатысушыларға көргенімізге берген күшті. қатысушылықтың назарына ешқандай барша қатысушыларға кездесумен Сарыбел қымызы. бүгін қатысушылар енді құрметті әділ алқасы бұл
Ағашана шипажайы қымыз. Абай облысы, Семей. алдарыңызда, дәріңізді бағас беріңіздер. Семейдің қымызы екен. Семейдің қымызы. Ары талқаның бәрі бар екен ғой мына жерде. Ою өрнек, ары талқан бәрін әкеп берді.